Қыздар, мен бүгін сіздермен лечо салатының дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен майымызды қазанымызға құйып, қыздырып аламыз. Оның үстінен пиязымызды салып, қуырып аламыз. Пиязымызды 3-4 минуттай қуырып аламыз. Одан соң чоркадан өткізілген сәбізімізді салып, 10 минут қуырып аламыз. Качествосы нашар деп сөкпеңіздер, осылай далада түнделетіп істеген салатым. Оның үстіне болгарскийімізді салып 10 минут қуырып аламыз. Болгарскийді мен мясорубкадан өткіздім. Оның үстінен помидорымызды құйып 15 минут қайнатып аламыз. Осылай далада үлкен қазанға астына от жағып пісірген қандай керемет, достар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді оның үстінен чесногымызды саламыз. Және лавровый листімізді, қара бұршымызды саламыз. Татымына қарай тұзымызды және бір кесе құмшекерімізді саламыз. Оның үстінен укроп пен петрушкамызды салып жақсылап араластырамыз. Және үстінен қызыл бұршымызды себеміз. Енді біз барлығын араластырып 20 минут қайнатып аламыз. Бізде 20 минут өтті. Біздің салатымыз дайын. Енді ыдыстарымызға құйып, банкамызды стерилизация етіп, жауып аламыз. Осымен біздің өте керемет лечо салатымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің видеоларым ұнап жатса, комментарий жазып, тіркеліп кетіңіздер.